Барлығыңызға сәлем. Бүгін бізде «Лекарство от смерти» атты фильмнің сюжетін айтып беретін боламын. Видео басталмас бұрын сіздерден өтініш, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап жіберсеңіздер. Постапокалиптикалық болашақта бүлікшілер тобы өлімге әкелетін вирусқа ем табу үшін балаларға тәжірибе жасап жүрген Викет атты компанияны жоюға тырысады. Темір жолда Викет жүгімен тұтқындары бар пойыз пайда болған кезде бүлікшілердің екі көлігі оны қуа бастайды. Хорхе мен Бренда бір жақтан, ал Томас пен Винс екінші жақтан әрекет етеді. Алаңдату үшін Бренда пойыз жүргізушілеріне оқ атады. Олар бірден көмек шақырады. Осы кезде бірнеше күзетші шығып, қарулы шабуылға көшеді. Хорхе көлікті жүргізіп қана қоймай, оқпен жауап беруге мәжбүр болады. Винс көлігін пойыздың артқы жағына жақындатып, Томас ілмек орнату үшін секіреді. Винс те артынан өтпек болғанда, көліктің шинасы жарылады. Соның салдарынан ол қашықтап қала бастайды. Ілмек ажырап, көлік құламай тұрғанда, Винс амалсыз секіреді. Сол сәтте аспанда Викеттің ұшағы пайда болып, оқ жаудыра бастайды. Хорхе мен Бренда тірі қалу үшін тез арада аймақтан кетуге мәжбүр болады. Ал Томас пен Винс пойыздың үстімен жүгіріп, соңдарынан әскерилердің қуып келе жатқанын көреді. Олар төмен секіреді, ал Винс жарылғыш орнатады. Томас күзетшілерге оқ атады. Динамит жарылып, сарбаздарды артқа лақтырып, пойыздың соңғы вагондарын негізгі бөліктен бөліп жібереді. Осы уақытта ұшақ Хорхе мен Бренданы қуып жетеді. Олар көлікті тоқтатып, берілгендей кейіп танытады. Солдаттар ұшақтан шығып, оларды тұтқындамақ болғанда, жер астына орнатылған қақпанға түсіп, бүлікшілердің қоршауында қалады. Ұшқыш та бөгеліп қалады. Соның арқасында бүлікшілер ұшақты тартып алады. Пойызға оралсақ, бүлікшілердің көбірек жасырынғаны белгілі болады. Ал Ньют вагонды негізгі құрамнан ажыратуға кіріседі. Осы кезде Викет сарбаздары оларды атуға көшеді. Сондықтан Томас пен оның достары атысты жалғастыруға мәжбүр болады. Дәл сол уақытта бүлікшілер басып алған ұшақ пайда болып, вагонның үстіне ілмек тастайды. Топ мүшелері оған өрмелей бастайды, ал Винс соңғы сәтте секіріп үлгереді. Көп ұзамай ұшақ бүлікшілердің жасырын жеріне жетіп, вагонды сол жерге түсіреді. Барлық тұтқындар босатылады, бірақ Томас досы Минхоның олардың арасында жоқ екенін көріп, көңілі қалады. Винс жаңадан келгендерге бүлікшілердің мақсаттарын түсіндіреді. Викет оларды вирустың иммунитеті бар болғандықтан ұстағысы келді. Өйткені олардың ми сұйықтығы ем жасауға көмектесуі мүмкін. Бірақ бүлікшілер балаларға тәжірибе жасауды қолдамайды. Сондықтан олар материктен қашып кету үшін үлкен кемені жөндеп жатыр. Томас босатылған бір баладан тұтқында болған кезінде қандай да бір маңызды ақпарат естімегенін сұрайды. Бала пойыздың бір қалаға бара жатқанын естігенін айтады. Алайда қазір ешқандай қала қалмауы керек еді. Хорхе бұл қалада бірнеше жыл бұрын болғанын айтып, оның соңғы қала деп аталатынын растайды. Бұл Викет компаниясының негізгі штабы орналасқан жер. Сондықтан оған шабуыл жасау мүмкін емес еді. Бірақ Томас досын құтқарғысы келеді, ал Винс бүлікшілерді мұндай қауіпке тігуге үзілді-кесілді қарсы. Дәл сол сәтте бүлікшілер радио арқылы ұшқыштардың сөйлесіп жатқанын естіп, жарықты сөндіріп, жасырынуға асығады. Көп ұзамай Викеттің ұшағы аймақты тінте бастайды, бірақ ештеңе таппайды. Алайда олар жасырын орынға тым жақындап келеді. Сондықтан бүлікшілерге бұл жерден тезірек кету қажет болады. Түнде барлығы ұйықтап жатқанда, Томас ешкімге білдірмей, Минхоны жалғыз құтқару үшін кетпек болады. Алайда Ньют пен Фрайпан оны байқап қалып, олар да бірге баратынын айтады. Осы кезде Минхо тәжірибе кезінде тұрған ашық алаңда оянғанда қатты таңғалады. Ол алыстан бірнеше баланы көреді, бірақ айқайласа да олар жауап бермейді. Бір кезде бір бала жүгіріп өте шығады. Сондықтан Минхо оның артынан қуып, күркеге кіреді. Бірақ күркешінен белгісіз орынға тап болады. Кенеттен бір есік ашылып, Гривер деп аталатын құбыжық шығады. Минхо қаша жөнеледі. Бұл жер лабиринт болып шыққандықтан, ол үнемі тиық өткелдерге тап болады. Осы кезде біреулер оның әрекеттерін бақылап, талқылап жатқаны естіледі. Кейде Минхоның көз алдына дәрігердің оны тексеріп жатқан елесі келеді. Кенеттен оның денесі қимылсыз қалады. Бірақ ол бейтаныс күшті жеңіп, денесін төбеге қарай лақтырады. Осы сәтте Гривер оны тырнақтарының астына қысып гүрілдейді. Ал Минхо жан ұшыра айғайлайды. Сол кезде бұл жердің шын мәнінде зертхана екені, және Минхоның Викет ғалымдары оның қанын алу үшін еркінен тіс симуляцияға қосылғаны анықталады. Біршама уақыт өткен соң, Томастың тобы қараңғы туннелден өтуі керек болады. Олар Кранк деп аталатын зомбиға ұқсайтын тіршілік иесін байқап, одан қалай өтуге болатынын ойластырып жатқанда, кенеттен бір топ Кранк көлікті қоршап алып, есіктерді соға бастайды. Дәл осы кезде бір Кранк алдыңғы терезеге секіріп, оны сындырып кіруге тырысады. Фрайпан көлікті басқа көлікке жақындатып, Кранкты итеріп түсіреді. Алайда, бұл олардың көлігінің аударылып кетуіне себеп болады. Абырой болғанда, Томас терезені сындырып шығады, ал достары есікті ашып үлгереді. Бірақ арттарынан Кранк қуып келе жатқандықтан, Фрайпан оған оқ жаудырады. Алайда көп ұзамай Кранк тобы олардың соңына түседі. Балалар туннелден шығуға жүгіріп, есікке жеткенде, оның да Кранктермен жабылғанын көреді. Фрайпан барынша көп Кранкты атып құлатқанымен, оқ дәрісі таусылады. Сол сәтте көлік пайда болып,
кранктерді басып өтеді. Бұл Хорхе мен Бренданың көмекке келгені еді. Бренда біраз кранкты атып үлгергенше, балалар көлікке отырады, ал Хорхе газды басып, туннелден аман-есен шығып кетеді. Жолға шыққан кезде олар алыстан соңғы қаланы көреді. Хорхе Викеттің қаланың айналасына алып қорған тоғызып қойғанын байқайды. Осы уақытта Викеттің жетекшісі Ава кеңес мүшелерімен кездеседі. Өйткені тұрғындар ем табудан үміт үзуде. Оған қоса, жаңа қабырға халықтың алаңдаушылығын күшейтіп жатыр. Ава кеңес мүшелеріне Минхоның қанынан алынған сарысуды пайдаланып жатқанын және емдеудің жақында дайын болатынын айтады. Алайда кеңес мүшелері бұл сылтаудан шаршап, ақшаны қауіпсіз аймақтар салуға жұмсауды қалайды. Олардың әңгімесін Тереза бөледі. Ол кезінде Томасты сатып кетіп, Викеттің жағына шыққан қыз. Ол үміт пен құрбандық туралы әсерлі сөз сөйлеп, кеңес мүшелерін тәжірибелерді қаржыландыруды жалғастыруға көндіреді. Ал Томас пен оның тобы қаланың сыртындағы лашықтар аймағына жетеді. Ол жерде наразы халық биліктен көмек талап етіп, көтеріліс жасап жатыр. Томас өз мойнындағы татуировканың жарқырап, Викетке орналасқан жерін жіберіп жатқанын білмейді. Топ халықтың арасына жасырынған күйе қаланың кіреберісіне дейін жетеді. Бірақ сол сәтте күзетшілер мұнаралардағы автоматтарды іске қосады. Оқ жаудыра бастағанда жарылыстар орын алып, жүздеген адам қаза табады. Томастың тобы көліктеріне қайтпақ болады. Бірақ бетперде киген белгісіз адамдар оларды қоршап алып, бірден тұтқындап, фургондарға тиеп әкетеді. Белгісіз адамдардың жасырын жеріне жеткенде, Хорхе бетперде таққан бір адамды ұрып соға бастайды. Ол тек Бренданың дін аман екенін көргенде ғана тоқтайды. Сол кезде бейтаныс адам бетпердесін шешіп, өзінің Галли екенін көрсетеді. Ол бұрын Томас пен оның достарын тоқтатуға тырысқан, тіпті өлді деп есептелген адам. Томас оған бірден тап беріп, жұдырық жұмсайды. Бірақ Ньют оны тоқтатып, сабырға шақырады. Галли енді бүлікшілер жағында екенін айтып, оларды қабырғаның ішіне өткізудің жолын білетінін айтады. Бұл жердегі бүлікшілер де қаланы Викеттен қайтаруға тырысып жүргендер екен. Галли оларды өздерінің басшысы Лоуренспен таныстырады. Вирус оның бетін қорқынышты етіп зақымдаған. Сондықтан ол кранкке айналмау үшін қолына үнемі сарысу жалғап жүруге мәжбүр. Лоуренс Томасқа қаланың ішіне кіретін жол ұсынады, бірақ оның орнына көмек сұрайды. Томас келіседі, сондықтан Ньют Галлимен бірге кәріз жүйесі арқылы қалаға өтетін болады, ал қалғандары кепіл ретінде осында қала. Кетер алдында Ньют қолдарының дірілдеп тұрғанын байқайды. Түн ортасында жігіттер ақыры кәрізден шығып, қаланың ішіне енеді. Галли қауіпсіздік күшейтілгенін байқап, Викет бүлікшілердің осында екенін біліп қойған деп болжайды. Содан кейін олар қабырғаның жасырын бөлігіндегі бақылау орнына келеді. Галлидің тобы жылдар бойы Викет ғимаратын аңдып келген, бірақ ішке кірудің ешқандай амалын таппаған. Себебі ғимараттың айналасы күзетшілерге, сканерлерге және бақылау жүйелеріне толы. Галли оларға Терезаның сол жерде жұмыс істеп жүргенін көрсетеді және оның көмегімен ішке кіруге болатынын айтады. Үшеуі жасырын орынға қайтып келіп, жағдайды талқылайды. Топ Терезаны өз мақсаттары үшін пайдалануға еш қарсылық білдірмейді, өйткені ол оларды сатып кеткен. Бірақ Томас бұл ойға қарсы болады. Ньют бұған ашуланып, оны қабырғаға итеріп, оның Терезаға деген сезімдері шешім қабылдауына әсер етіп жатқанын айтып кінәлайды. Бірақ көп ұзамай өзін тежей алмағанын түсініп, кешірім сұрап, бөлмеден шығып кетеді. Томас оның артынан барады. Сол кезде Ньют ақыры өзінің жұқтырылғанын мойындайды және Томасты Терезаны пайдалануға көндіреді. Осы уақытта зертханада Тереза мен Джексон Минхоның қанынан жасалған сарысуды жұқтырылған қызға егеді және ол бірден жазылып кетеді. Қуанышы қойнына сыймаған Тереза бұл жаңалықты Минхоға айтуға барады. Бірақ ол мүлдем ешқандай реакция білдірмейді. Тереза кетпек болған сәтте Минхо оған тап беріп, оны сатқындығы үшін айыптап, қаншама адамның өліміне кінәлі екенін бетіне басады. Көп ұзамай күзетшілер келіп, оны тыныштандыру үшін дәрі егеді. Бірақ Минхо есінен танып бара жатып, бір металл шаш қыстырғышын ұрлап үлгере. Басқа бір ғалым Терезаны қайта зертханаға алып барады. Онда сарысудың шын мәнінде сәтсіздікке ұшырағаны анықталады. Жаңағы қыз енді агрессивті кранкке айналған. Сол түні Тереза сыртта серуендеп жүргенде, халықтың арасында Томасты байқап қалады. Ол бірден оның артынан қуып, бос жатқан аллеяға кіреді. Томас одан өз ісіне өкінетін-өкінбейтінін сұрайды. Тереза кейде өкінетінін мойындайды, бірақ бәрібір дәл солай жасар едім дейді. Сол кезде Галли кенеттен артынан шығып, оны тұтқындап алады. Бірнеше минуттан кейін олар Терезаны сұраққа тарту үшін ескі шіркеуге алып келеді. Тереза Минхоның 3-ші деңгейдегі жерасты бөлімінде 28 басқа тұтқынмен бірге екенін айтады. Оған жетудің жалғыз жолы рұқсат етілген саусақ ізін пайдалану. Галли Терезаның саусағын кесіп тастап, содан кейін оны өлтіруді ұсынады. Бірақ Томас бұған жол бермейді және Терезаны барлық балалардың мойнындағы Викет трекерлерін алып тастауға мәжбүрлейді. Жұмыс істеп жатқан кезде Тереза Бренданың вирус жұқтырғанына қарамастан өте сау көрінетінін байқайды. Ол Томастың оған үнемі иммунды қаннан инъекция жасап жүргенін болжайды. Алайда Томас оны тек бірнеше ай бұрын бір-ақ рет құтқару үшін жасағанын айтады. Тереза бұған сенбейді.
өйткені Бренда әлдеқашан Крангке айналуы керек еді. Бірақ Томас бұл туралы сөйлесуден бас тартады. Галли Терезаны алып кетер алдында, ол Томастың қанымен таңғыштың бір бөлігін ұрлап үлгереді. Содан кейін жігіттер Викет сарбаздарының киімін киіп, ғимаратқа Терезамен бірге кіреді. Оның болуы оларға күдікке ілінбей, ішке кіруге мүмкіндік береді. Олар баспалдақ алаңына жеткенде, Галли электр қорабына бөгет қоятын құрылғы орнатуға кіріседі. Олар күтіп тұрған кезде Ньют жөтеле бастайды, және Тереза оның жұқтырылғанын түсінеді. Құрылғы дайын болған соң, Лоуренстің адамдары қаланың қауіпсіздік жүйесін бұзуды аяқтайды. Содан кейін топ 3-ші деңгейдегі жерасты бөліміне асығады. Онда күзетшілерді жылдам жойып, тұтқындарды босатуға мүмкіндік алады. Алайда Томас Минхоның жоқ екенін байқайды. Тереза компьютерді тексеріп, Минхоның ғимараттың екінші жағындағы зертханаға әкетілгенін анықтайды. Ол қатты әлсірегендіктен, бұл қан алу сеансы оны өлтіруі мүмкін. Ньют пен Томас Терезаны оларды сол жаққа алып баруға мәжбүрлейді. Ал Галли сарысу сақталған бөлменің есігін бұзумен айналысады. Үшеуі лифтке мінген кезде, оларға Ава Пейдждің оң қолы Янсен қосылады. Абырой болғанда, ол тек Терезамен әңгімелесіп, Томастың қаланың сыртында жүргенін естігенін айтады. Алайда, олар лифттен шыққаннан кейін Тереза жігіттермен дауласа бастайды. Ал дәл сол сәтте Янсен олардың артынан келеді. Күзетшілер де жетіп, Томас Терезаны кепілдікке алуға тырысады. Бірақ Тереза оны және Ньютты оқ өткізбейтін есіктің артына итеріп жібереді. Жігіттер қашып кетеді, ал Тереза Янсенге мұны оларды қақпанға түсіру үшін жасағанын айтып, олардың тірі керек екенін еске салады. Құрылғының дабылы бүкіл ғимаратта іске қосылады, ал Янсен қосымша күзет шақырады. Осы уақытта жерасты деңгейінде Галли ақыры сарысуды алып, барлық балаларды шығара бастайды. Олар гаражға жетеді. Онда Бренда автобус ұрлап қойған екен. Алайда, ол Томас пен Ньюттың әлі келмегенін байқайды. Галли оған автобуста қалып, балаларды қорғауды тапсырады. Ал өзі Томас пен Ньютты іздеуге кетеді. Алайда, гаражға көп әскер жетіп, Бренда амалсыз автобусты айдап кетуге мәжбүр болады. Жоғарғы қабаттарда Томас пен Ньют Ава Пейджді кездестіреді. Томас оны атуға дайындалады. Бірақ Янсен мен оның адамдары жетіп келеді. Жігіттер бірден қашып, досын табуға тырысады. Зертханада Минхо айғайларды естіп, шаш қыстырғышын ғалымды пышақтау үшін пайдаланады. Сосын ол күзетшіні құлатып, тағы бір ғалымға тыныштандырғыш инъекция салып, есін жояды. Осы уақытта дәлізде Ньют пен Томас әскерилермен шайқаса береді. Бірақ олардың оқтары таусылуға жақын. Ньют граната лақтырып, қалған күзетшілерді жояды. Бірақ кенеттен тағы бір жауынгер пайда болып, олардың жолын бөгейді. Дәл сол сәтте белгісіз адамды Минхо қағып кетіп, оны айқаймен терезеден лақтырады. Осылайша ол достармен қайта қауышады. Күзетшілер тағы да жақындап келеді. Үш жігіт қайтадан жүгіруге мәжбүр болады. Янсен мен оның адамдары келесі дәлізді жауып тастайды. Ал жігіттер қалың металл есігі бар бөлмеге жасырынады. Күзетшілер есікті кесу үшін ара әкеледі. Жігіттердің жалғыз амалы терезені сындырып, төмендегі бассейнге секіру. Олар сәтті секіріп, аман есен суға түседі. Алайда, бассейннен шыққан сәтте оларды тағы да әскерилер қоршайды. Кенеттен солардың бірі өз серіктерін атып тастап, маскасын шешеді. Бұл Галли болатын. Көшеде Бренда автобусты мүмкіндігінше жылдам жүргізіп, қудалап келе жатқан Викет көліктерінің бірін итеріп шығарады. Көлік жол белгісіне соғылып қирайды. Бірақ артта әлі де қуғыншылар бар. Ақыры ол бұрыштан бұрылып, бүкіл көшенің жауынгерлермен жабылып қалғанын көреді. Бренда автобустан шығып, сигналды ракетаны атады. Оны осы уақыт бойы кран ішінде күтіп отырған Фрайпан байқайды. Ол кранның ілмегін көшенің ортасына түсіреді, ал Бренда оны автобусқа бекітіп, ішке қайта асығады. Фрайпан автобусты көтеріп, оны қабырға арқылы өткізеді. Бірақ салмақтың әсерінен автобустың бампері сынуға шақ қалады. Фрайпан тізбекті ұзартып, құлау биіктігін азайтады. Автобус жерге тіке түсіп, қайта аударылып кетеді. Бірақ, бақытына орай, ешкім жарақат алмайды. Осы уақытта Тереза зертханада ұрланған дәке арқылы Томастың қанын зерттеп, оның нағыз ем екенін анықтайды. Қан тек вирустың таралуын тоқтатып қана қоймай, оны толықтай жоя алады. Ол бұл жаңалықты Аваға көрсетіп, оларға Томасты табу қажет екенін айтады. Бренда мен Фрайпан барлық балаларды жасырын орынға жеткізеді. Бірақ ол жерде ешкім жоқ болып шығады. Лоуренс барлық адамдарды жинап, бүгін түнде қаланы басып алатынын жариялап кетіп қалған екен. Ол жарылғыш заттар тиелген жүк көлігінің үстінде бүлікшілер тобын бастап, қала кіреберісіне қарай шабуылға шығады. Қауіпсіздік қызметі мұнаралардағы қаруларды іске қосуға тырысады. Бірақ бүлікшілердің бұзу әрекеті барлық жүйені істен шығарған. Қабырғадағы күзетшілер қолмен оқ жаудыра бастайды. Бірақ бұл Лоуренсті тоқтатуға жеткіліксіз. Оның көлігі қақпаға соғылып, алып жарылысы орын алады. Қабырғада үлкен саңлау пайда болып, бүлікшілер қалаға лап қояды. Осы уақытта Томастың тобы жасырынып жүріп, ауруы өршіп бара жатқан Ньютке көмектесуді жалғастырады. Томас пен оның командасы қала көшелерін басып алған полицияны байқап, жасырынуға мәжбүр болады. Жарылыстар барлық жерде болып жатыр. Сондықтан тез кету керек. Олар бір ғимаратқа кіріп, жасырынады. Сол кезде Томас Брендаға қоңырау шалып, оларды күтпеуін сұрайды.
бірақ Бренда бас тартады. Дәл осы сәтте Хорхе мен Винс ұрланған әуе кемесімен барлық балаларды құтқару үшін ұшып келеді. Бренда олардан Томасты да құтқаруды өтінеді. Бұл кезде Томас пен оның тобы әуе кемесін көріп, кездесу орнына қарай жүгіреді. Алайда Ньюттың әлсірегені сонша, ол әрең қозғалады. Томас Минхо мен Галлиге сарысуды алып, ұшаққа кетуді тапсырады. Ал өзі Ньюттың жанында қалады. Ньют Томасқа мойын алқасын беріп, өзін қалдыруын сұрайды. Бірақ Томас бас тартып, оны көтеріп алуға тырысады. Ньют әлсіреп есінен танып жатқанда, Тереза бүкіл қала бойынша хабар тарата бастайды. Ол Томастың қаны жұқтырғандарды емдей алатынын және Ньютты құтқаруға болатынын айтады. Сондықтан оған қайта оралуын өтінеді. Осы уақытта Минхо мен Галли ұшаққа жетіп үлгереді. Томас екі ойлы болып тұрған сәтте, Ньют кенеттен крангке айналып, Томасқа шабуыл жасайды. Екеуі күресіп, жерде домалап жатқанда, Ньют Томастан мұның бәрін тоқтатуды сұрайды. Томас досын өлтіруден бас тартып, оған қарсы тұруды жалғастырады және уақыт ұтуға тырысады. Ньют кешірім сұрап, өзіне өзі қол жұмсау үшін мылтығын алмақ болады, бірақ Томас оны қағып түсіреді. Содан кейін Ньют соңғы саналы сәтін жоғалтып, пышақты алып, Томасты жаралауға тырысады. Томас оны теуіп жібереді, бірақ Ньют қайтадан шабуыл жасайды. Екеуі құлап түскенде, Томас амалсыздан пышақты Ньюттың денесіне батырады. Ньют қаза болғанда, Томас егіліп жылап қалады. Дәл осы кезде қалғандары сарысумен келеді, бірақ бәрі тым кешеді. Қағарына мінген Томас тобының жанына қайтудың орнына Викет ғимаратына қайта оралады. Онда ол Авамен кездеседі. Ава оны құтқарудың жолы бар екенін айтады. Томас мылтығын тастап, өзінің денесін ем жасауға пайдалануға келіседі. Бірақ Аваның басқа балаларды жайына қалдыруына уәде беруін талап етеді. Дәл сол сәтте Янсен Аваны атып өлтіреді, Томасты уландырып, есінен тандырады. Бірнеше минуттан кейін Томас зертханада зембілге таңылған күйде оянады. Ал Тереза оның қанынан сарысу алу үшін сынама алып жатыр. Янсен жаңа емді тек элитаға ғана беру жоспарын айтады және өзінің де жұқтырылғанын мойындайды. Ол өзіне сарысуды егейін деп жатқанда, Тереза бөтелкемен оның басынан ұрып құлатады. Тереза Томасты босатады, бірақ Янсен оны ұстап алып, бөлменің арғы жағына лақтырып жібереді. Ол сарысу үшін Терезамен күресе бастайды. Тіпті оның басын үстелге соғады. Томас Янсенді терезеден құлатып, екеуі дәлізде айқаса кетеді. Янсен оны жеңуге жақын қалғанымен, Томас берілуге көнбейді. Ақыры, Янсен тапаншасын алып, екеуін де атып тастаймын деп қорқытады. Бірақ сол сәтте көтерілісшілер ғимаратқа зымыран атып, Янсенді құлатып, Томас пен Терезаның қашуына мүмкіндік береді. Екеуі ішінде крангтар бар, зертханаға жасырынады. Тереза жарылыстан Томастың ауыр жарақаттанғанын көріп, шошып кетеді. Бірдеңе олардың соңынан келе жатқанын сезіп, Тереза назарын соған аударуға тырысады. Ал Томас камераның есігін сындыру үшін бір зат лақтырады. Содан крангтар босап шығып, Янсенді талап тастайды. Томас пен Тереза дереу қашып, ғимараттың төбесіне көтеріледі. Бірақ ғимарат өртеніп, құлағалы тұр. Тереза бәрі аяқталғанын түсініп, жасаған қателіктері үшін кешірім сұрайды. Олар қоштасу ретінде бір-бірін сүйеді. Сол кезде көтерілісшілер ұшақпен құтқаруға келеді, бірақ өрттің салдарынан жақындай алмайды. Құлап бара жатқан ғимараттың дүмпуі ұшақты шайқалта бастаған кезде, Тереза Томасты командаға қарай итеріп жібереді. Олар Томасты ұстап үлгереді, бірақ Тереза артынан секірмей, ғимаратпен бірге қирап кетеді. Томас оның өліміне қайғырып, есінен танып қалады. Бірнеше уақыт өткен соң, аман қалғандар жөнделген кемені пайдаланып, қауіпсіз аралға жетеді. Олар жаңа мекен салып, өмірлерін қайта бастайды. Томас жарақатынан жазылып, Ньюттың мойнындағы алқаны тауып, оның өзіне арнап жазған хатында бәрі үшін алғыс білдіріп, аман қалғандарды қорғауды өтінгенін оқиды. Жаңа жерде олар бұрынғы лабиринт тәжірибесіндегі дәстүрді жалғастырып, қаза тапқандардың есімдерін үлкен тасқа ойып жазады. Терезаның атын қосқан соң, Томас теңізге қарап тұрып, өзінде емдік сарысудың үлгісі барын ашады. Достар, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып қолдап жіберсеңдер. Жаңа видеолардан хабардар болу үшін қоңыраушаны басыңыз. Бізді көргеніңіз үшін рахмет.